Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Алматы облысы Қаратал ауданы Жылыбұлақ орта мектебінің алғашқы әскери және техникалық дайындық пәні оқытушы ұйымдастырушысы Нұрметжан Жарас Өміржанұлы. Бүгінгі өтілетін тақырыбымыз Қазақстан Республикасының қарулы күштеріндегі РГД-5 F1 жарықшақты қол гранаттары туралы. Қарулы күштеріміздің қару-жарағында РГД-5 F1 жарықшақты қол гранаттары бар. Жарықшақты қол гранаттары қарсыластың адам күшін жоюға арналған. Гранаттар жарылған кезде адам күшін жоюға жетерліктей энергиясы бар көптеген жарықшақтармен жабдықталған. Жарықшақты қол гранаттары әсіресе жақыннан ұрысуға, шабуылда, окопта, орманда және паналарда ұрыс жүргізгенде нәтиже береді. Жарықшақтарының ұшуына байланысты гранаттар шабуылдық және қорғаныстық болып бөлінеді. РГД-5 гранатасы шабуылдық болса, F1 қорғаныстағы гранаттарға жатады. Шабуылдық және ұрыстық болып бөліну себебі жарықшақтардың ұшу радиусына байланысты. F1 жарықшақты қол гранатасы ары қашықтық граната. Ол қарсыластың тірі күшін жоюға арналған. Қорғаныстық граната. Жарықшақтардың ұшу радиусына байланысты гранатаны лақтыру тек қана тасалардан, танкіден жүзеге асырылады. Сипаттамасы: жарықталған гранатаның салмағы 600 грамм, жарылғыш зарядтың салмағы 60 грамм, орташа лақтыру қашықтығы 35-45 метр, тұтандырғыштың жану уақыты 3-2-4-2 секунд, ал жарықшақтарының ұшу қашықтығы 200 метр. РГД-5 жарықшақты қол гранатасы қарсыластың тірі күшін жоюға арналған шабуылдық граната. Болаттан жасалған корпусында жарылғыш заттың заряды орналасқан. Корпусы 2 жарты шардан құралған. Корпустың жоғарғы жағында жарғышты бұрап орналастыруға арналған ойығы болады. Тасымалдау кезінде ойық пластмасса қақпақпен жабылады. Гранатаны жаруға УЗРГРМ граната тұтандырғышы қолданылады. Сипаттамасы: граната салмағы 310 грамм, лақтыру қашықтығы 40-50 метр, тұтандырғыштың жану уақыты 3-2-4-2 секунд, ал жарықшақтарының ұшу қашықтығы 25 метр. Қол гранаттары арнайы жәшіктерде сақталады. Жәшіктерде гранаталар, ал тұтқалар, тұтандырғыштар жеке металл қораптарда салынады екен. Көріп отырсаңыздар. Қорапты ашу арнайы пышақтармен ашылады. Жәшіктің қақпағы мен қабырғаларында таңбалар болады. Ол таңбалар гранаталардың саны, массасы, гранаталар мен тұтандырғыштардың атауы, зауыттың нөмірі, гранаталардың кезегінің нөмірі жазылады және дайындалған жылы көрсетіледі. Қол гранатасын жарақтау. Жаңа жәшіктен алып шыққан соң, жарақтау кезеңі. Ол тығындыны бұрап шығару, тұтандырғышты бұрап енгізу, сақтандырғыш мұрындық ұшын түзеп қысу, сақтандырғыш мұрындықты жұлып алу, ағытқыш иін-тірегін гранатты корпусына қысу. Гранатты лақтыру кезінде оның бөліктері мен механизмдерінің жұмысы. Гранатты лақтыру алдында орны сөмкеден алып, түтіктен тығынын бұрап шығарып, оның орнына тұтандырғышты соңына дейін бұрап салу керек. Тұтандырғыш соққы механизм бөлшектері мынадай жағдайда орналасады. Соққыш қайырылып, соққыш механизмі түтігі сақтандыратын орындық ұшы бөлігімен және тұтандырғышты мықты ұстап тұрады. Гранатты лақтыру үшін оның ағытқыш иін-тірегін саусақтармен гранат корпусына қыса ұстап тұрып қолға алу керек. Гранатты лақтыру кезінде ағытқыш иін-тірек гранаттан бөлініп, соққышты босатады.
соққыш ұрыстың серіппе әсерінен капсуль оталғыштан бояулатқышты тұтандырады. От жалыны капсуль детонаторға жіберіледі. Капсуль детонаторы жарылып, гранаттың зарядын жарады. Гранат корпусы жарылады да, корпус және тұтандырғыш жарықшақтары жан-жаққа шашырайды. Тұтандырғыштың жалпы құрылысы, жаңа айтып өткен УЗРГМ-нің соққыш механизмінің жалпы құрылысы, ол 12 бөлшектен тұрады екен. Біріншісі соққыш механизм түтігі, бағыттаушы шайбы, ұрыстық серіппе, соққыш шайбы, ағытқыш иінтірек, сақтандырғыш мұрындық, жалғастырушы тығын, тұтандырғыш, капсуль оталғыш, баяулатқыш тығыны, баяулатқыш, капсуль детонаторы. Және біздің қарулы күштерімізде РГД-5 пен F1-ден бөлек тағы да басқа гранаталар бар. Ол жаяу әскерге қарсы шабуылдағы қорғаныстағы, және танкіге қарсы гранаталар да бар. Және арнайы түтінді, газды, дыбыстық және тағы басқа. Осы гранаттармен келесі сабақта жалғастырамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.